мен балама сабаққа кейін мына сабақ оқымаса үйде мына банкнот ауырта қойған ғой содан көйін ау мына бала оқымаса кәне қойын так мына жерде оқымаған ғой жазып оқымаған ой уже менің шашымды ағатты ғой ағатып тастадым уже мына балда ағатып тастады шашымды уже осындай омалып киіп алдым ағатып тастады мені сен бала хотя бы ұялмайсың ба ана жақта болып ше у меня тексенші мама тексенші сізге енді ұқсақ қағамын ғой сәл уамал тексенші енді не онда маған не той далаға шық дейді ғой олар мен ана университеттегі баламен ойнаймын рахаттанып орысша сөйлемеймін бе мен не білмеймін мынаның аты негізі баймыз ба мама сөзін естіп отырмын ғой карина екен ол осы екен қазақ пен орыс ауыз салмайды вообще иә кейін баламен ойнаймын баламен өзіңізге қалап алды дейді ғой напбайна осы енімді үсіп қойғанша бетімді аппақ қалып отырмын әйтпесе қап қала болып кеттім ғой россияда көндіге ыстық қой вообще мен күйдіргенмін әйтпесе мынау мен бояп қалғаным мен бала сен үйден шықпайсың мен ғой ана соска сумай баланче негізі соска кет сенше все сен жүрміз енді сен далаға шығып ойнашы иә айналайын далаға шықшы деймін мен не жауаппен кеттім бау кетті ғой мынау бала ше осы бала ше мынаның атын неде қоятынымызды білмейміз актер бұның аты ше негізі точно бұның аты негізі ше точно не деп қоямыз бұның атын не деп қойсақ екен так бұл енді қазақ сіздің түсінбейді ғой бебек қалған ғой өзі бұның аты карина деп қояйық па иә карина деп қояйық та енді оған қалай сабақты түсіндім білмеймін оны карина деп қоямыз енді карина мен ұйықтады осы ше өзім ғана жеп деп болмасам ана балалар университеттегі балалар тезіп жүрмесін осы оңбау ше дереу уже бітіп тұрсам білмеймін ойлап екі болмай ма топас осы шашымды ағатып тастады ғой неде мынау не жүрмін неде енді ой
мына баламды жатыр, ана баламды жатыр, өзіме ұқсаған. Тошы, мұнынан тошы. Осы баламды бітіп қояйын. Мына қойыпты ғой, мұнан вообще. Қазір мен саған пәмпес беремін. Сен ана үлкен баланың. Осы бала мен сияқты өссе вообще. Ертең өскен соң болмаған. Рахмет соғады. Сабақ оқытам болған еще. Ол жақсы оқитын саған деп ойлаймын. Өткені бұл қыз қойы. Жалқау емес. Көрсе, жалқау болып шықпаса өскенде ше. Бөбе болғаныңызды білмейді ол. Шейінде. Білмейді ғой. Үлкен немен төсеп алатын ше. Оны қалмаймыз же. Шеге. Кыз қойыншы, ұстап қойыншы. Ұстап олайды ғой балады. Сол кезде көңілім ғой. Ұстап олайды қалан немен ойлап ше. Сосын оларды ұйықтатады екен. Пеше. Жанна кеше ғана олардың осы посты. Бізді түсінмеген. Ше ғана топасын. Әлі бір айы қойылды. Қалай ойлайтын еш өзі? Қабілді бүттен жоқ қой. Ой, сынақ. Төн жағып тастайын ба әлдей? Қалай ойлайтын еді? Осы үйде бітті. Үйде маған көмекші жоқ қой, өзім ғой осыны алған. Ана папасы жоқ үйде. Осы үші ғанамыз отбасымыз. Ешіне шешпейді. Отбасында ше, негізі ашық кеткен ба, немесе дым жоқ па. Өстіп вообще өзі. Так. Осы ше. Осы ше. Осы Россияда жұмыс. Россияда жұмыс и Катя жалдап еще. Тіл білмейміз хотя бы. Но кішкене ғана білеміз. Вообще осы әкесі біледі. Әкесі жоқ. Ана балада білмейді. Енді екеуміз ғана үйден шыға алмаймыз. Сосқа керек болған. Еще. Сен бала. Меня шашаттың уже ше. Вообще. Ше. Осы оламауды шештім ау. Онда біз бейт. Сау болыңыздар.